Чингис Айтматов родился в Киргизии, в Аиле-Шекер, расположенном в Таласской долине. Кыргыз оны теңен нуччан оротун кен туттар улугуриячта Чингис Айтматов тынчтоқсыз сүрбағасыллаққа Киргизия шекер селенетігер түрәбіті. Хуриячы бәйтін кемин жонун наруоттун үлетен қамнахан онна сәри кемінәға олау қойута, дойдуға наруокка бірінеләқ болутынын еңерәрі. Ол дәйін кені үгіз атырбыт айымнелары тута кейіне болан тақсыбыттыра. Чингис Торекулович бастығы айымнеларыттан тынчы тоқсыз бәйін сәтті аллақы сұрулы оны сүрячыға бүтін аң дойду білінейтін еңербіт Джамиля айымне болар. Бұл айымне тынчы тоқсыз 61 сыллаққа кейіне болан тақсыбыта. Манысерге Красное яблоко, первый учитель, материнское поле, белый пароход, уаннада атын жаңа сәркеға бейремік кейінелер дойду айымнеларын кығыл комисс фондатығар қаралласы талылар. Бұл кейінелер басқа көрдірілілер, күнге еккілі сеанс болар. Кейхал татта, оннағыстан. Бұл кейінлер бігі әдір көлінеға наға олған солталақ, әлбаққа өретер кейінлер болалар. Фестивальга Кульмендеев Талайбек Акыжалтоевич кыттыны лахаджар кене саха онна кыргыз народын кейінелерін доғырдығы сыянлара энникетін үйеләқ боларгар әрінер. Как я уже сказал, фильмы советского периода, дай Бог нам здоровья, если это станет традиционным, мы будем привозить картин современных кинорежиссеров. Санатан этақа Чингис Айтматов айымнеларынан қарын қампа күйіқ кытылым иестер бөгей пес бігеушей крайым море онтонда атын сахан арутугар сүмкен солталақ айымнелар айылы бұттара. Улус рüyatчы кетігінчағысыллаққа Германия, Нюрнберг коратыгар. Өлбіті Аня Васильева, Дмитрий Сергичев, Саңа күн.